Сәлеметсіздер ме, құрметті біздің көрермендер. Біз бүгін Берік ағамыздың шаруашылығына келіп, қонаққа келіп, Берік ағамызбен бір сұхбаттасайын деп отыр едік. Ассалаумағалейкум, Берік аға. Берік ағамыз осы ауыл шаруашылығына өзінің жарты өмірін берді. 40 жылдан астам тәжірибесі бар. 40 жылдан астам осы сиыр шаруашылығында, қой шаруашылығында жұмыс істеп, өзінің терін төгіп, өзінің еңбегімен сыйлы болып жүрген қазір біздің ауылдың ақсақалы. Қолдан ұрықтандыру, соны ең бірінші маған үйреткен сіз едіңіз. 92 жыл, әлі есімде, 31 август колхоз Ильичаға келіп, сізден дәріс алып деген сияқты, фермада бір 30 сиыр тұратын коровник болатын, соның ішінде жүретінбіз осы сізбен бірге. Сізге көп рахмет. Талай маған нәрсе үйреттіңіз. Осы ол деген кітаппен оқу деген бір бөлек, институттың 5 жыл ол жерде отырып оқыған ол бір бөлек, ал соның ішінде жүріп, сиырдың арасында жүріп, сол қолмен өзің істеп көрген ол совсем бөлек. Соның арқасында мен де өзім шаруашылығымда сізден үйренген нәрселерімізді енгізіп, өзім қолдан ұрықтандырып, сиырмен сонымен айналыстым. Сізге көп рахмет. Берік аға, өзіңіз бір ауыз сөз айтып кетсеңіз, осы қазір бұрын совет өкімет кезінде де істедіңіз, қазір де істеп жатсыз, өзіңіздің жеке шаруашылығыңызда. Мына қолмен ұрықтандыру жағдайы бұрын қалай еді, қазір қалай еді, соны айта кетсеңіз. Содан қазір енді өзіңіз білесіз, қазір көбісі онлайн режиммен қолмен ұрықтандыруды үйретіп жатыр. Сол дұрыс па? Сүнген біз енді өзіміз, сіз болсаңыз да, мен болсам да, біз 5 жыл оқыдық. Партада отырып, кәдімгідей дәріс алып, соны үйрендік. Сіз қалай ойлайсыз? Қазіргі заманда бір аптаның ішінде сол қолмен ұрықтандыруды үйренуге бола ма, болмай ма? Әлде сол дұрыс дейсіз ба? И мына онлайн режиммен қазір қолмен ұрықтандыруды үйретіп жатыр. Өзіңіздің пікіріңіз қалай болады екен соған? Соны айта кетсеңіз. Енді менің айта кетейін деп отырған нәрсем, ол қолдан ұрықтандыруды бірден бітіріп кеп, институт бітіріп, техникум бітіріп кеп, сразу ұрықтайым деген ол онша немес. Оны көп білім, тәжірибесі бар адамдардан тәлім алу керек. Қолмен ұрықтандыруды қолмен үйреткен адамнан содан тәлім алу керек. Сонда ғана жақсы ұрықтандырушы шығады. Сонда қазіргі үйретіп жатқан онлайн режиммен ол дұрыс емес деп ойлайсыз ғой? Енді онлайнмен оқытып жатқандары енді балалардың бәрін білім алатын шығар бұлай. Бірақ нақты қолмен ұрықтауды, қолмен ұстап, сиырдың қасына келіп, өздері ұрықтандырса, сол кезде жақсы мамандар шығады. Сұйын аға, сізден сұрайын дегеніміз, мына бұрынмен қазіргі, допустим, процент, мына сиырдың ұрықтандырғаны 100%-ның ішінен қанша пайыз ұрықтандырылған сиыр ол жақсы деп саналады? Выход 70% па, 50% па? Қазір біреулер айтып жүр, 55%, 100% сиырдың ішінен ұрықтандырылса, қолмен ұрықтандырса, ол жақсы показатель деп. Сіз қалай ойлайсыз? Сіздің кезіңізде қандай еді сол колхозда істеп жүрген кезде қанша пайыз выход шығушы еді? Енді біз колхоз кезінде істегенде біз 80-нен жоғары бұзау алдық. Ең жоғарғы показатель менікі 87 болған. 1000 сиырдан 87 бұзау айландырдық. Бұл облыста 5-ші орын бар, 7-ші орында қабылданып тұрғанбыз. Енді қазір жекеше бүкіл малдың бәрі тарап, колхоз совхоздың бәрі кетті. Қазір жекеше қолмен ұрықтау деген почти жоқ қой. Бәрі сол танаменен ұрықтап,
тана бұқаларды қосып, ешқандай малдың сапасы төмендеп кетті. Ол мына елдің сиырынан, елдің бұзауынан көріп жатырмыз. Ол негізі ауылдың ішінде мал шаруашылығының сапасы төмендеп бара жатыр. Сиыр болсын, қой болсын, жылқы болсын, бәрі ұсақталып кетті. Оны қалай ойлайсыз? Енді мына қолмен ұрықтандыруды қолға алған дұрыс па? Қолға алса қалай болады соны? Мына ауылды мекендерде соған көңіл бөлсе, осы жұмысты дұрыс бағытқа қоюға бола ма екен, болмай ма екен? Или оны кішкене қазір жіберіп алдық па? Қазіргі кезде мына жекешеге айналып кеткендіктен біз қолдан ұрықтандыруды вообще қойдық десек те болады. Бұқа таналармен ұрықтап жатыр. Малдың жоғары сапасы жоқ, өнім аз болады. Қазір енді мына шаруашылықтар ұйымдасып жатыр ғой, үлкен шаруашылықтар. Олардың бәрін малдарын қолмен ұрықтандырса, жақсы табыстарға жетірек. Сізге көп рахмет. Сіз енді өзім білем, колхоз кезінде сізге келіп, жас маман болып келіп қасыңызда үйреніп жүрдік. 87% пайыз ол выход алу деген әркімнің қолынан келе бермейді. Өткен жолда біз жігіттермен отырып, мен де айтқам, біздің колхозда мен енді кішкене бір 3%-қа жаңылысқаппын, 90% дедім мен сіздің өзіңіздің көрсеткішіңізді. Сол кезде ол жігіттер таң қалып жатыр да, 90% деген ол өте жоғарғы көрсеткіш, ол мықты кісі екен деп. Жұмыстарыңыз алға баса берсін, мына шаруашылығыңыз өсе берсін, малдарыңыз көбейе берсін, мал таба беріңіз. Сізге көп рахмет, аға.